Қайырлы күн. Маринадталған имбир. Жуылған имбирді жұқалап турап аламыз. Туралған имбирді банкаға нығыздап салып, имбир қып-қызыл әдемі болу үшін қызылшаның согын пайдаланамын. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасықты толтырып құмшекер салып, жылы су құямыз. Жарты шай қасық 9% уксус қосамыз. Қызылшаны терканың майда жағынан өткізіп, ситаға салып, шырынын шығарып езіп, азғана су құйып үстінен, лимонның 1 бөлігін сығып қосамыз. 1 тілім лимон саламыз. Қақпағын нығыздап жауып, тоңазытқышқа 2 күнге қоямыз. Кез келген тамаққа қосып жей береміз. Мен суын төкпеймін, аз-аздап суын ішуге де болады. Имбир тәбетті ашады, тек көп жемеу керек, өзінің нормасы болады. Ас болсын.